Ақжайық ауданы қарасты Мерген ауылында жаңа спорттық зал ашылды. Ауыл балалары еркін күреспен емін-еркін айналысатын орын болса деп армандайтын. Жанашыр кәсіпкерлердің жомарттығының арқасында балалардың арманы орындалды. Жаңа жылда жаңа нысан жұмысын бастап кетті. Ендігі уақыттан бастап Мерген ауылының жас спортшылары заманауи залда шынығатын болды. Спорттық зал қажетті құралдармен жабдықталған. Осы күрес залының ашылуына ықпалын беріп жатқан Мерген азаматы Хабиб Армат Төлегенұлына үлкен рахметімізді айтамыз. Мынандай үлкен кабелар, матларға келіп жатыр. Алдағы уақытта аудан көлінде, облыс көлемінде, республика көлемінде чемпионат шығады, Мерген ауылында шығады деп үміттемін. Бұрын ауыл жастары еркін күреспен айналысатын орын таппай қиналатын. Кейін ауыл мектебі жанындағы интернат ғимаратынан арнайы орын бөлінді. Жергілікті әкімдіктің қолдауымен және жеке кәсіпкер Төлеген Хабиевтің қаржылық демеушілігінің арқасында қажетті спорттық жабдықтар сатып алынды. Ол үшін 1 миллион теңгеден астам қаражат жұмсалған. Ауыл тұрғындары спорттық зал жастар арасында салауатты өмір салтын нығайтады деген сенімде. Біздің ауылға тұрғындардың алдында да көптеген жаңалықтар. Жылма-жыл біздерде мына жаман пандемия уақытында болғандықтан тоқтап қалды. Ат жарысы, балалар ан жерде өтірге ойын сауықтары, шахмат кружоктары, онымен күрес кружоктары ашылып жатыр екен. Құт берекеті берсін. Ертең-ақ өсіп келатқан ана жан кішкентай сәбилер бәрі де осы биіктен көрсетіп азамат болып елдегі осы тұрған жас өспірімдерде болашақта Қазақстан азаматтары болып елге тартады есептес. Аяужан Кереева, Асланбек Саламатов, Айдос Қисымов, Ақжайық арнасы.